Шынында бұл ұстанымға қазақтың балам дейтін ел болмаса, елім дейтін бала қайдан шықсын деген аталы сөзінің толық үйлесетінін көреміз. Түсіндің ғой? Иә. Дағысбек ұлы Манас, Қарағанды қаласының номер 3 гимназиясының 3 сыныбында оқимын. Біз отбасымен кітап оқығанды жақсы көреміз. Кітап алтын қазына, онда даналықтың асыл маржандары жинақталған. Жақсы кітап саған тәлімгер ұстаз, алғашқы ақылшы дос, сенімді серік бола алады. Кітап оқу ой өрісіңді кеңейтеді, ақылына ақыл қосады, қиялыңды ұштайды, армандарға жетелейді. Кітапты түсініп оқысаң, өз ойыңды, мінезіңді, іс-әрекетіңді ретке келтіре аласың. Кітап адамдарға, айналаңа, әлемге сүйіспеншілігіңді арттырады. Қазір мен саған Әл-Фараби туралы аңыз оқып беремін. Әл-Фараби асқан табанды адам болыпты. Әсіресе кітап оқуға деген құштарлығы мен ынталылығы шексіз екен. Егер ол бір кітапты оқығанда толық түсіне алмай қалса, қашан мән мағынасын ұғынғанша қайра оқиды екен. Бір күні бір жолдасы Әбу Насырға: "Менің мына бір кітаптарым сіздің үйде тұра тұрсын, кейінірек алармын" деп кітаптарын қалдырып кетеді. Фараби кітаптарды алып сақтап қояды. Қолы бір босаған кезде кітаптардың біреуін алып көз жүгірте бастайды. Сөйтсе Әбу Насырға кітабын ұнап қалады. Содан кейін кітапты қайта оқып шыққан екен, тағы да онша түсіне қоймапты. Үшінші рет қайтара оқыған екен, тағы да қанағаттанбайды. Төртінші рет қайта оқыпты. Ақыры болмаған соң, қашан толық ұғынып алғанша әлгі кітапты қолынан тастамапты. Оның есесіне кітапты жазғандарды өте айқын түсініпті. Соның нәтижесінде Әл-Фараби ғылымға бой ұрып, асқан ғұлама болып шығыпты. Сондықтан бір кітап оқығанда түсінбесең, оны қашанға түсінгенше қайта оқи беруің керек. Түсінікті ме? Иә. Көлеңке, баяғыда бір бай болыпты. Оның үйі қара жолдың бойында үлкен тұт ағашының жасында екен. Жазды күні үй іші қапырық ыстық болғанда бай сол ағаштың көлеңкесіне төсек салып жатады екен. Бірде үлкен жолмен өтіп бара жатқан шаруа сол тұт ағашының көлеңкесіне демалуға отырып ұйықтап кетіпті. "Ей, сен кімсің? Саған бұл жерде ұйықтауға кім рұқсат берді? Тез кет" деп бай айғай салады. "Мен неге кетуім керек?" деп сұрайды шаруа. "Ағаш менікі, оның көлеңкесі де менікі. Олай болса сол көлеңкені маған сат." Ақша туралы әңгіме естігенде байдың көзі шоқтай жанып: "Жақсы, ақшаңды әкел де көлеңкені ала ғой" деп